Құрметті ұстаздар, біз сіздермен бүгін бірінші сабақты бастағалы отырмыз. Ол сабақ бізде мультимедиалық сабақтар жасау платформасы деп аталады. Бұл тек қана мультимедиалық жасау платформасы емес, барлық өзіңізге қажетті видеоларды жасап алатын платформа. Қазір мен сіздерге бір платформаны жазамын. Қарап отырыңыздар. Render Forest бағдарламасы. Бұл бағдарлама алдымен мен тіркеліп тұрмын, бірақ сіздерді тіркелмеген, сондықтан сіздер бұл жерде мына қызыл жазуды басу арқылы тіркеліп войти деп кіріп тіркелулеріңіз керек. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Бұл енді орысша платформа болғанда да қазір барлығын түсінесіздер. Міне осылай не Google арқылы, не Facebook арқылы, немесе электронный почта арқылы, тиімдісі электронный почта арқылы тіркелгендіктеріңіз. Одан кейін тіркеліп алғаннан кейін енді мен өзімнің парақшам тіркелінген, сондықтан өз парақшамды өзімді ашайын. Менде тіркелініп тұр, менде толық төлем жасалып тұр. Ал бұны негізі пайдалану үшін төлем жасауға да болады, төлем жасамай пайдалана беруге де болады. Енді қарасаңыздар, мына үстіңгі жағында меню отыр. Менюда создать, одан кейін создать деп тұрды, логотип, видео, макап, веб-сайт, графика, одан кейін бағасы, одан кейін мына жерде блог мүмкіндіктер әртүрлі. Енді ең керегі бізге логотип. Логотипті баспастан бұрын айта кететін, қазіргі мұғалімдер біздің қоғамда өте ауқымды роль атқара бастады, өздерінің орындарын ала бастады. Біздің мемлекетіміздің қолдауы бойынша мұғалімдер тарапына деген қазір күннен күнге қолдау болып жатыр. Сол себептен әр мұғалім өзін жеке мұғалім ретінде, жеке тұлға, жеке маман ретінде, кадр ретінде өзінің бір жеке атын қалыптастыру керек. Оны жеке ат қалыптастыруды біз жеке бренд деп айтамыз. Сол жеке брендті қалыптастыру үшін бізге міндетті түрде логотип керек. Логотип ол PNG форматта болады, немесе видео форматта болады. Егер өздеріңізде PNG форматта логотиптеріңіз бар болған болса, онда қазір сол логотиптарыңызды видео форматқа ауыстырып алуға болады, немесе жоқ болса қайтадан жасап алуға болады. Міне мен логотипті бастым. Мына жерде көптеген логотиптер қазір шығады. Соның ішінен свой бренд логотип дейді. Соның ішінен таңдап аламыз. Мына жерде образование деген таңдаймыз, финансы, безопасность, көптеген строительство деген көптеген үлгілері бар. Бізге образовательные логотипы, вдохновляющий на обучение, өздеріңіздің пәндеріңізге сәйкес келетін логотипті таңдап алады. Мына жерде мысалы биология мұғалімі таңдаса болады. Мына жерде тәрбиеші, мектеп алды дайындық тобын, мына жерде музыка мұғалімінің, химия мұғалімінің логотипі, бейнелеу өнері мұғалімінің логотипі, жалпылама логотиптар. Мына жерде қай пән болса да, мысалы қарындаш, калькулятор, мына жерде қарындаш, лампы жалпы білімнің белгісі. Если мынандай Р болып тұрса, ол репетиторлар мысалы осындай логотип. Мен осындай логотиптарды қолданамын. Мысалы, ер азамат мұғалімдер, ер адамдар мынандай галстук бейнесіндегі логотиптарды пайдаланса болады. Енді кез келген логотипті пайдалана беруімізге болады. Қазір осылардың біреуін алып, мысалы біреуін алайық та, осыны біз жасап көрейік. Онлайн конструкторға салып жасап көрейік. Міне, қарасаңыздар, мына жерде екі түрлі холст шығады, екі режим шығады. Бірінші режим холсты, екінші режим макапа дейді. Холст деген ол как черновой ретінде жасап жатқан жұмыстарыңыз, ал макап деген уже дайын болған кезде жаңағы ежедневниктің бетінде болсын, ноутбуктың экранында болсын, портфолиоңыздың бұрышында, мысалы бумажный портфолиода бұрышында болсын, немесе өзіңіздің шығарған оқулықтарыңыздың әрбір бетіне қойып қоюға болатын қалай көрінетіндігі туралы. Мысалы, сіз егер репетитор болсаңыз, сіздерде визитка болуы мүмкін. Визиткада, мысалы, мен осылай пайдаланамын бір жағына, жай сурет қойғанша. Телефонның бетіне, экранға, және де журналдарыңызға, кітаптарыңызға, барлық жерге осы өз логотипіңізді пайдалана аласыз. Қайтадан режим холстқа көшеміз. Енді міне текстқа баратын болсақ, бұл жерде текстті ауыстыруға болады.
бұл жерде өз аты жөнімізге ауыстырамыз. Мысалы, мен Шоғла Саятқызы деп қазір ауыстырайын. Қазақша тұр екен. Енді қараңыздар, межбуквенный расстояние, яғни әріптердің арасын жіңішке қылсақ болады. Нараны ашасақ былай. Енді астында тағы бір мәтін тұр, көріп тұрсыздар ма? Бұл жерге не жазуға болады? Бұл жерге сіз өзіңіздің пәніңіздің атын, немесе бір жұмысыңыз, ғылыми жұмыс па не жазуға болады? Мысалы, мен ойлаймын, пәннің атын жазған дұрыс. Ал мен репетитор деп жазамын. Мен репетиторлыққа көп неткендіктен өзім репетитор деп жазамын. Өйткені мектептен қарағанда репетиторствода қазір айналысып жатырмын. Міне, енді дайын болды. Енді осыны сақтап алуымыз керек. Сақтап алу үшін біз мына жердегі скачать батырмасын басамыз. Менде бұл платформа төленгендіктен менде осындай үлгілер шықты. Егер мен мына базовыйды бассам, менде төленген баса берме болады. Ал сіздерде ол жүрмейді. Сіздерге тегін нұсқасын басасыздар. Тегін нұсқасы мен ақылы нұсқасында біршама айырмашылықтар бар. Оны тағы да айтып кетемін сіздерге. Міне, енді PNG форматқа барып түсті. Егер бұл логотип ұнамаса, өз логотиптарыңызды әкеп қоюға болады. Қате жазып жібергенбіз ба? Шоға Саятқызы. Жарайды, енді бұл маңызды емес. Маңыздысы жасалынды логотип. Енді осыны мына скачать батырмасын басу арқылы жүктеп аласыздар. Жүктеп алғаннан кейін осы сіздердің компьютерларыңызға барып сақталынып қалады. Енді бізге осы жүктелінген логотипті қағаз бетіне шығарып та пайдалана беруге болады. Яғни артында фоны жоқ, ешқандай артық суретсіз, рамкасыз осы бетінде сізге логотип болып түсіп тұрады. Ал егер оны видео форматына ауыстыратын болсақ, мына жердегі анимировать деген нүктені басамыз. Бассақ, бірден бізге бірнеше нұсқалары шыға келеді. Сол нұсқалардың ішінен мұғалімға келетін нұсқаны тауып аламыз. Мұғалімдарға келетін нұсқа бізде қайсын нетсек болады? Енді біреуін алайық. Қайсы жақсы? Қарапайым далғыларымыз келсе мүмкін, қатты жарқырап тұратын далғыларымыз келсе болады. Мысалы, мынаны алып көрейік. Енді бұл жерде көруге де болады, көрмей-ақ бірден анимировать етейік. Жаңағы сіздің жазуыңыз осылай бір құраған тұманның ішінен шығып, әдемі болып экранға шығады. Бұл енді рендер жасалынып жатыр. Рендерді жасау біршама уақытты алады. Бұл жерде жаңағы мына жерге жазу жазып қоюыңызға болады өзіңіздің текстіңізді. Мына жерге мысалы текст жазып қоюға болады. Так, не деп жазсақ? Репетитор болсам да, мен бастауыш сынып мұғалімнің бастауыштан репетитор міне. Бастауыш сынып мұғалімін. Енді бастауыш сынып мұғалім болғандықтан репетитор болсам да өзімнің жұмысымды жаздым. Енді міне, әрі қарай бұл жерде редактировать деп тұр. Жөндеу керек болса, артынан редактировать ете аласыз. Бұның стилін маған ұнап тұр, осы бетінде қалдырам. Музыкасы да ұнап тұр. Ал енді предварительный просмотрды басса, ол бізде жүктелінеді. Мен на экспортты басуыма болады, немесе бесплатный просмотр деп, осы бесплатныйды басамын. Сіздер де осылай істейсіздер. Бұнда обработка жүріп жатыр. Енді мынау жолақша толғанша біраз тосамыз. Жолақша толғаннан кейін сіздің логотипіңіз дайын болады. Оны сіз барлық жерде сабақтардың басында, яғни онлайн сабақтарын түсірсеңіз, басында, аяғында, немесе бір конкурстарға барғанда өзіңізді таныстырған бетте жарқыратып шығаруыңызға болады. Немесе бір андай электронда портфолио жасап қойсаңыз, соның басына, немесе аяқ жағына, немесе өзіңіздің танысу бөліміне осы видео MP4 форматындағы логотипті қойса болады. Бұл өте сондай
өте сондай енді тартымды. Мен өйткені өзім репетиторлық орталығында пайдаланып жүрмін. Сосын тағы да бір айтарым, қазіргі кезде көптеген бизнестер ашылып жатқан, енді ғана ашылып жатқан бизнестер, онлайн бизнестер, инфобизнестер осындай логотип жасайтын адамдарды іздейді негізінде. Егер де таныстарыңыз болса, өздеріңіз де өстіп ақырын айтып жасап берулеріңізге болады. Құрметті әріптестер, жаңа біз жасап жатқан кезде кішкене қате кетті. Соны жөндеу үшін міне мои логотипіға барып, сол логотипті қайттан ашып, оның қатесін түзеп, яғни мен уже түзеп қойдым. Міне У, Г, Қ деген әріптермен алмастырып, немесе У деп жазбағыларыңыз келмесе, онда полностью мына жазудың орындарына нүкте қойып кетіңіздер. Керекті жазуларыңыз ғана пәннің атын, басқа жазуларыңызды жазып, аты жөніңіздегі қазақ әріптері болса, онда тастап кетіңіздер. Кейіннен басқа бағдарламаға барып, оның үстіне қалай дұрыс қатесі жазу керек екенін түсіндіремін. Енді анимироватқа басамыз. Анимироватқа басып, ішінен бір мынаны таңдай салайын, ең бірінші тұрғанды. Енді кейін мектепте жүрсеңіздер де, кейін репетитор болып жатсаңыздар да, осы логотипті пайдаланып жүресіздер. Сіздер енді мектепте біз сайыстарға көп барамыз ғой. Сайыстарға көп барамыз, сол кездерде пайдаланамыз. Балаларымызды сайысқа жібереміз, оқушыларымызды. Сосын аттестацияның кезінде аттестацияларыңызды дұрыстап, папкаларыңызды, қазір электронды түрде ғой бәрі папка. Электронды портфолионың бірінші бетіне өзінің логотиптерді жақсы қолданғанға. Так, ауыстырдым. Енді просмотр, сақтаймыз, сақтағаннан кейін көреміз. Араларыңызда репетиторлар бар ма, әлде барлықтарыңыз мұғалімсіздер ма? Жаза отырыңыздар. Репетиторлық туралы толығырақ, тереңірек сұрақтар болса қоя беріңіздер. Негізі біз соңғы сабақта 3-ші күні Zoom-ға шығамыз, Zoom конференцияға. Сол кезде именно осы репетиторство туралы және де қалай, бүгін репетитор боламын деп шештіңіз, ертеңгі күні қалай балаларды жинап алып, бірден табыс табуға көше алатындай сондай техникаларды, енді өзім пайдаланған техникаларды, мен осы 3 жыл бұрын пайдаланған техникаларды сіздерге айтамын. Және де қалай ақша шығарма, ешқандай тегін түрде бала жинап алу, тіпті балалардың очеретін, мысалы өзіңіз сізді алмай, бір баланы алмай, мысалы басқа өзіңізге қажетті балалар, өзіңіз ұнаған балаларды ғана алатындай, яғни таңдау болатындай техникаларды сізге көрсетемін соңғы 3-ші күні. Жүктелініп жатыр, біз көре берейік. Енді су кішкене келіңкіремейтін сияқты менің ойымша, бірақ дегенмен де осылай сақтап аласыздар. Одан кейін мына жерге жүктелінді компьютерларыңыздан ашып қарай бересіздер.